Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, бүгін сіздерді Ибрахим сүресіменен таныстыратын боламын. Бұл сүре Құранда 14-ші сүре болып жазылған. Егер де кім бұл сүрені, Ибрахим сүресін 7 рет оқитын болса, бұл дұшпаннан жақсы қорғанады. Сіздерге дұшпандар еш нәрсе жасай алмайды. Дұшпандарға сіздер ешқандай жеңілмейсіз. Және де осыны 7 рет оқитын болсаңыз, сіз ата-анаңыздың разылығын алатын боласыздар. Осы сүрені оқитын болсаңыз 7 рет. Күніне емес, тек 1 рет оқу керек, 7 рет бір кезек. Сол кезде сіз ата-анаңыздың разылығын алатын боласыз. Және дұшпандардан жақсы қорғайды бұл сүре. Дұшпандар сіздерге еш жамандық жасай алмайды. Бұл сүренің қасиеті осы, достар. Қалай оқитын алдындағы сүрелерде атап өттім. Сәттілік, достар.